Общий қанша досымыз бар біздің? 400 ғой дейме, қателеспесем. Басталды. Басталып кетті ма? Әлеуметтік желі бір кірсең бас көтере алмай, қанша уақыт отырғанды білмей шыға алмай қаласың. Жұмыста отырсаң да, қайда жүрсең де қолыңда сотка болса кіріп кете бересің. 2 минутқа қарайын дейсің де, 2 сағат отырып қалғанды білмей қаласың. Енді әлеуметтік желіні талқылап жатырмыз ғой, сол әлеуметтік желінің ішінде осы отбасына қандай әсер етіп жатыр бұл әлеуметтік желі? Негізі әлеуметтік желі келгелі социологтардан алдында сұхбат алғанмын. Міне 2010-нан бастап кірді дейік, 2022-ге дейін. Осы аралықтағы, міне, осы 10 жылдықтағы жастардың шамамен 40% үйленгенде әлеуметтік желі арқылы үйленген бұл шығар. Соған сен кіресің бе? Мен кіреді екем. Facebook арқылы танысқан, бірақ менің анам әйелімнің туысқандарын таниды, біледі, маған сырттай айтты, көрсейші деп. Мен әлеуметтік желі арқылы көргем. Өзің әлеуметтік желі арқылы? Сол 40-қа кіріп тұрмыз ғой. Енді статистика бар ма екен? Ол жаңағы 40% жаңағы сен бар, мен бар, жаңағы әлеуметтік желі арқылы үйлендік қой. Енді соның ары қарайғы әсері қалай болды екен сонда? Ажырасу көрсеткіші деген сияқты. Мен саған бір қызық айтайын. Әлеуметтанушылар, социологтар, Ресейдікі бар, Қазақстандікі бар. Негізі заңды ма, заңсыз ба, о жағын тарқатпай қойып, осы әлеуметтік желінің отбасыға әсерін зерттеп жатыр. Сол қанша пайызы жастардың соңғы 10 жылда әлеуметтік желі арқылы танысты, одан бөлек қанша пайызы ажырасу осы әлеуметтік желінің кесірінен болып жатыр. Және ең қызығын айтады да бұлар. 40% әлеуметтік желі арқылы танысып табысқандар, қазіргі таңда бұрын көшеде көріп қалып, автобуста көріп қалып, болмаса би кешінде көріп қалып танысу азайып бар жатыр. Тірілей танысу. Және 2% қана болып қалған дейді ата-анасының көрсетуімен. Және алып қашу да өте қатты азайып қалған дейді. Енді мына қызық бар. Әлеуметтік желі арқылы танысқандар және үйленгендер бірін-бірі әлеуметтік желіден өте қатты қызғанады дейді. Себебі ана бір ертегі бар еді ғой. Бір жігіт, қазақтың ертегісі, судың жағасында отырған кезде суға келген қызбен танысып қалады да үйленеді. Үйленгеннен кейін 5-6 жылдан кейін тағы да сол бұлақтың басына барса, қыз кәдімгідей қызғанады дейді, тағы біреу тауып ала ма деп. Судың жағасы сияқты болып тұр ғой. Біздің әйелдерімізге де, ерлеріміз үшін де әлеуметтік желі деген. Сен әйеліңді таба алдың, басқа біреуді табу мүмкін емес деп ойлайсың ба деген сияқты. Көрдіңіз ба? Қорқыныш бар. Дәл осы әлеуметтік желі арқылы үйленгендердің арасында. Және бұл бір 70%-ға дейін кетіп қалады дейді. Жаңағы әлеуметтанушы ғалымдар. Енді жаңа сөзіңе келіп тұр енді мына сұрақ. Әлеуметтік желіден қызғанады дейді. Сол әлеуметтік желі арқылы басқалай қызды болсын, басқалай ер азаматты болсын тауып, өзінің отбасына, күйеуіне, әйеліне измена, қазақша айтқанда көзіне шөп салып жүрген дәлелдер бар ма осы? Сол әлеуметтанушылар айтып отыр. Соңғы 10 жылда Facebook болсын, Instagram болсын, друг вокруг, Баду дегендерді айтпай қойып, әлеуметтік танысу сайттары. Жай Facebook, Instagram, TikTok кәдімгі отбасы бар, еркегінің де, әйелінің де острое ощущение іздейтін орталығына айналып кеткен дейді. Бірақ бұның процентін көрсетіп бере алмаймыз деп отыр да, бірақ өте көп дейді. Себебі бұлар алгоритм бар, арнайы бағдарламасы бар, бұлардың адамның түрін алады да, үйленген мысалға сенің түріңді алады да, іздеп кеп жібереді. Болмаса сенің жазу стиліңді іздеп кеп жібереді. Переписка бәрін бұза алады да, ол анау сайттардың, жаңа танысу сайттарының, басқаның көп дейді, кәдімгідей көп дейді. Әлеуметтік желі арқылы былай айтқан кезде изменаға бару. Мен өткенде статистикадан сұрадым, біздің арнайы мемлекеттік статистикадан. Әлеуметтік желінің әсерінен ажырасу процесі жалпы болған ба бізде Қазақстанда деп. Олар онда дерек бере алмады, және жауап та берген жоқ. Бізде көбінде бетеді ғой, ажырасқан кезде 90% себеп көңілі, мінезіміз жараспады деп береді. Сөйтіп жауап берді, иә. Ал мінез жараспаудың ішінде енесімен тұра алмау, измена бәрі кіріп кетеді ғой. Арнайлап прям менің себебім деп бір жағынан
біздің қазақи пайым да бар да, қазақи менталитет та бар. Ажырасып бөтен адамға айналып бара жатқанның өзінде аяушылық бар. Мен оның масқарасын шығарып құжатта қалдырып кетпейін несін. Алматыны алсақ та, Астананы алсақ та белгілі бір көшелер болды, бұрын қыздар тұратын. Қазір онда көше жоқ. Көшеде қыздар тұрмайды. Қыздардың бәрі мына жерге ауысып кетті ме сонда? Дәл солай. Көшеде тұратын қыздар мынаған ауысты, және көшеде тұрмайтын қыздардың өзі сол қыздардың артынан еріп кетуге бұл себепкер болып жатыр ма сонда? Қалай болып жатыр? Расымен, Сайына көшесін айтып отырсың, Сейфуллин көшесін айтып отырсың. Сайына, Сейфуллина танысу сайттарына кетіп қалды, шынымен. Расымен солай. И одан кейін мынандай да нәрсе бар. Белгілі бір деңгейде жаңағыдай дұрыс, жөні дұрыс қыздардың да эскорттық қызмет көрсетуге кетіп қалуын әлеуметтік желі себепкер болуы мүмкін ба дегенге білмеймін, нақты айта алмаймын, жоқ деп. Бірақ кейбір қыздарды білесің, көресің, істеп жатқан бір кәсіпкерде емес, бірақ қарасаң Дубайда жүреді, бір қарасаң анау патиде жүреді. Біз қазір енді қыздар да айтып жатырмыз. Еркектер қалай? Ер азаматтар тарапынан измена жасау өте жоғары. Неге? Потому что шынайы өмірде сен көшеге шығуың керек. Бұрынғы әлеуметтік желі жоқ өмірде қалай еді? Көшеге шығуың керек, танысатын жерге, би кешіне бірдемеге баруың керек. Ол барғаның бір бөлек шығының кетті. Одан кейін өзіңе ұнаған адамға бір комплимент айтып, сөз айттың, ол сенің бетіңді қайтарып тастаса, масқара болып қалсаң, оның моральдық шығыны да бар. Одан кейін сөзің жарасып кетуі әрмен қарай. Кәдімгідей күнді алып қоятын да, бірнеше күн. Бірнеше сағаттан бастап бірнеше күн кетіп қалатын измена жасау үшін. Әлеуметтік желі келді, сен әдемі цитаталарды аласың да бір жерден, ол қыз естімеуі мүмкін, шақ еткізіп жазып жібересің. Ол қыздың жүрегіне шарт еткізіп тиді, болды, бір 2 сағат переписка жеткілікті болып тұрды. Және әдемі комплиментті сен шынайы өмірде актерлық қабілетің болмаса жеткізуің қиындау. Мойындаймыз ғой бәріміз. Білмеймін, көздерің сенің бірдеме деген сияқты комплиментті айтып қалу, анау жандағы адамдар мазақтап күліп жүрсе не болады деген сияқты өзіңді қыса бересің. Әлеуметтік желіде өзіңді қысатын нәрсе жоқ та, ұстайтын нәрсе жоқ. Максимум қыз саған ұнатпай қалса, жауап бермей қояды, боқтап жіберуі мүмкін. Сен де балағаттай саласың. Шынайы өмірде ұнатқан қызыңды бір сөз айтсаң, жақпай қалсаң, ол саған ағаларын жұмсауы мүмкін, бауырларын жұмсауы мүмкін. Әлеуметтік желіде оның саған қайтаратын жазасы тек қана банға тығып тастау болды. Былай айтқан кезде, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Демек, әлеуметтік желі кәдімгіден отбасына қазір әсер етіп жатыр, иә? Әлбетте. Бірақ официальный статистика бұны дәлелдеп айта алмайды. Бірақ бұл бар болып тұр ғой. Бізде ЗАГС орталықтарынан бұл ақпаратты іздеудің керек емес. Бұл ақпараттарда арнайы отбасылық тергеу нелері бар, бюролары бар. Солардан сұрауға болады бір. Одан кейін мынау әлеумет психологтардан сұрауға болады. Отбасылық психологтар бар, басқа психологтар бар. Жеке сұрассаң, кәдімгідей небір проблеманы ашып береді. Және жаңағыдай отбасының кикілжіңі әлеуметтік желіге тікелей байланысты болады да. Сондай нәрселердің бәрін естіп алдым да, мысалға әңгіменің барысында айтып қалдым. Менде бірде-бір қыз жоқ. Өзімнің достарымның арасында, Инстаграмда. Неге? Себебі мүмкіндік жасағым бергім келмейді. Себебі әйел адам, қыз баласы құлағымен жақсы көреді, әдемі сөздерді айтып, соған жүрегі бауралып қалатын болса, еркек көзбен жақсы көреді. Біз әдептерді үйренбей жатып, адамдық әдептерді үйренбей жатып, әлеуметтік желі заманына кіріп кеттік. Қыз бен жігіттің арасындағы әдеп деген 90-шы жылдар болған жоқ. 2000-шы жылдары енді үйренеміз деп жағдайымыз реттеліп, енді заман келіп атқан кезде әлеуметтік желі кіріп кетті да. Қызбен қалай сөйлесуді білмейтін бір грубиян заманда әлеуметтік желінің осындай қарқын алып кетуі де қорқынышты да. Жаңағыдай сен айтқандай қыздарды да бұзады, отбасылы адамдарды да бұзады бұл нәрсе.
енді не істемек керек? Барлық еркек өзінің әлеуметтік желідегі қыздардан отписаться етіп, барлық шама келсе отписаться ету керек па? Ол былай қарасаңыз орындалмайтын арман ғой. Ешкім олай жасамайды. Ешкім дегенде санаулы адам жасар, бірақ енді білмедім мен енді. Этика деп жатырмыз, әлеуметтік желінің этикасы. Ең алғаш эмоген шыққан кезде сіздерде қандай? Бізде қыз бен жігіт болып жүріп бастаған адамдарда мынандай нәрсе болатын. Сен маған эмогентіңнің паролін беріп қой. Екеуі бір-бірімен паролін алмасады, және сол әділдік болып көрінетін. Келісесің ба? Иә, әрине. Менде мысалға мынандай нәрсе бар. Кейде екіншіден нәрсе бар да. Діни жағынан қарайтын болсаң, Құдайдың алдында кім жауапкер, кім үшін? Әйелің үшін жауапкер сенсің. Әйелің сен үшін жауапкер емес қой. Бірақ әділдеу болу үшін оныкінде, сенікінде әлеуметтік желідегі паролін біліп жүру керек та, кез келген уақытта кіре алатындай. Бұл кезде измена мүмкіндігін кәдімгідей төмендетіп тастайды. Расымен. Және мүмкіндік қалдырмайды. Кейде өзің ұрынбайсың, басқа біреу ұрынуы да мүмкін да. Түсінесің бе? Тоқтатпайды. Я кейбір еркектерді оның күйеуі бар екені, ол әдемі әйелдің. Енді кейбір қыздарға оның бала шағасы, әйелі бар екеніне тоқтатпайды. Осындай ситуациялардан сен түсіндіре алмайсың ба, әйелің үстіңнен түсіп қалса, деп ұрсып отырғаныңды жазысып жатыр перепискада ойлайды. Ең абзалы сенің де паролің ода болсын, оның да паролі сенде болсын. Ол жарайды. Бір қадамы. Менің отбасында, басқалардың отбасы. Бәріне ортақ болу керек. Сен не үшін тықпалайсың? Сенің жеке өмірің бар ма? Сенің жеке өмірің емес, общий өмір ғой ол. Ол екеуміздің отбасымызда. Қалғандар ше. Бәріне солай болу керек та, еркектің де, әйелдің де өмірі әрқайсысынікі жеке болмайды, жеке пространство деген жоқ. Бөтен адам емессіңдер ғой сендер. Керек десең, мен бала шағамныңкінде алып жүремін да. Мысалға, менің қызымның, 11-дегі қызымның паролін мен білемін. Телефонның паролін білемін. Себебі мен қарауым керек. Неге қарамасаң, қадағаламасаң, тәйттемесең, проблема басталуы да мүмкін. Есіңде ме? Мынандай нәрсе. 90-шы жылдары бір ғана телевизор болатын үйде. Бәріміз жабылып сериал көріп отыратынбыз. Сүйісу басталған кезде бәріміз көзімізді жұматынбыз. Немесе ұялсаң қатты шығып кететінбіз бөлмеден. Бірақ, мойындайықшы, мынаның арасынан былай қарауға тырыстық. Немесе далаға шығып кетіп терезеден қарауға тырыстық деген сияқты болды ғой. Ол нәпсінің бір қалауы, хақысы. Енді үйде отырған анау бозбала 11-13-тегі, 14-тегі балалардың қолына телефонды беріп қойдың. Біз кезінде бір ғана жалғыз телевизорден қарағымыз келген нәрсе, оның қолында тұр, қарамайды дейсің ба? Қандай сайтқа кіріп жатыр? Қадағалау керек қой. Қадағаламасаң, проблема сол кезден басталады. Билли Айлиш дейтін қыз бар ғой, әнші. Алдында бір үлкен бэкграунд жасады, андай не жасады, бір мойындаулар жасады. Мен 11 жасымда порно көп көре бергем, енді бір ауыр түрлерін. Содан былай қыз жігіт өмірі басталған кезде өзімнің тұлғалық немді түсіріп жібердім дейді. Не көрдім, соны қайталай беруге болады екен деп. Енді ауыр бір мойындауларды айтты. Кәдімгі менің психикам ауыр дейді деп. Америкада болып жатыр. Билли Айлиштің басында өтіп жатыр. Сенің бала шағаң не көріп жатқанын сен бағамдамасаң, біліп отырмасаң, ол жеке өмір сенің балаңда, қызыңда үйленгеннен кейін болады. Пока ол сенің қадағалауыңдағы өмір болу керек та. Әйел құқығы деген бар, еркек құқығы деген бар, бала құқығы деген бар, бала құқығын қорғайтын орталығымыз бар деген сияқты. Қазір біз жаңағыдай былайша айтқанда өркениетті мемлекетке айналып бара жатырмыз ғой. Жаңағы Европаның мәдениеті, жаңағы сол жақтан келген мәдениеттер бізге ақырындап еніп бара жатыр. Бұның бәрі жаңағы сенің айтып отқандай отбасы, мен ананы білуім керек дегеннің бәрін шектеуге әкеп соғады да. Осы шектеудің бәрі айналып келіп жаңағы әлеуметтік желінің отбасының күйреуіне әкеп соғып жатыр. Ары қарай не істемек керек біз сонда біз?
Дамыған елдер деген кезде жақсысын алып жаманынан жирену керек. Японияда мынандай нәрсе бар, жақында ғана шыққан, жаңадан шыққан дәстүр, кәдімгідей мықты дәстүр. Бұлар бүйтеді, біз дастарханның басында отырғанда анау сотуыңды құртшы, тамағыңды ішіп болғаннан кейін ақ қарайсың ғой дейді ғой. Жапондарда олай емес екен, дастарханның басында бәрі қарап алады да. И тамақ біткеннен кейін сотвы неде қалу керек, дастарханның бетінде қалу керек. Әр бала өзімен бірге жеке бөлмесіне кетіп қалмау керек. Бәлекет бала телефонмен жалғыз қалғанда болады деп айтады өздерінше олар. Мысалға, білмеймін, Жапония дамыған ба? Дамыған. Неге осы нәрсесін алмасқа өзімізге? Этика енгізу керек та бізге. Вообще, әлеуметтік желіде өзіңді ұстаудың этикасы. Бізде кейбір жігіттер бар, сол зерттеген жаңағы әлеуметтанушы адамдар деп отырмын ғой, олар айтады да, ләжі болса, жынат пәленше, замужем пәленше дегенде әлеуметтік желіде көрсетпей қоюға тырысыңыздар дейді. Туысқандарыңыздың бүкіл тізімін көрсетпеуге тырысыңыздар дейді. Неге деген кезде сондай бір адамдар бар дейді, білмеймін, понятиясы қандай екенін, жап-жақсы сен өзіңнің әйеліңді көрсетіп қойсаң, жынат деп, сол әйеліңнің парақшасына түсіп алып, оларға бір не болуы да мүмкін дейді. Сондай бір адамның түрі бар дейді, драйв алады. Кәдімгі күйеуі бар, көнбейтін, қайтпайтын, верный адамды шататься етуден драйв алатын адамдар болады. Ол қыз балаға ондай адамдар, қыз бала болсын, ер азамат болсын үйленген, прямой жазбайды. Комментарийлерде, стористерінде жазып отырады. Сөйтіп, жақын адам болуға тырысады да, ақыр соңы. Не дейді? Құранда зина жасамаңдар демейді ғой. Зинаға баратын жолдан сақтаныңдар. Зинаға алып баратын жолдан. Ал зинаға алып баратын жол дедім, мен өзімді сақтану ретінде достарымның тізімінде қыз баласының бәрін алып тастадым. Мейлі. Сосын сол әлеуметтік желінің этикасын жасайық деп айтып жүрген социологтар айтады, бұрын жүріп кеткен, болмаса бұрын бір жылы қарым-қатынастар болған адамды әлеуметтік желіде мүлдем қоспауға тырысыңыз дейді. Изменаның көкөсі кәдімгідей 100% деп алатын болсақ, примерно 45-50% сол бұрынғы адамдардың әлеуметтік желіде қайтадан достасып қалуынан басталады дейді. Бұл бір нәрсе. Екінші нәрсе, «Черное зеркало» дейтін фильмді көріп пе едің? «Черное зеркалода» адамдар ерлі-зайыпты бір-біріне адал ма, адал емес па, соны білу үшін мына жерде құлақтың артынан бір чип орнатады, ол көз, дауыс, құлақ бәрін кәдімгі камера сияқты жазып алып отырады. Мысалға, мен саған сенің кіремей жүрсем, шанан деп ақ стенаға қаратып қойып, мына күніңді қаратшы деп талқылап біліп алам да. Қазір айтып жатырмыз ғой, үйленудің өзі әлеуметтік желіге көшіп кетті деп. Және қырындау да әлеуметтік желіде болып жатыр да. Шынайы өмірде білмеймін, автобуста қырындап тұруға уақыт жоқ, жұмыста қырындауға ол азайып бар жатыр. Бүкіл тіршіліктің бәрі әлеуметтік желіге кетіп жатыр. Енді әйелдер әлеуметтік желідегі жігітінің, болмаса әйелінің қырындады ма, флирт жасады ма, әлде переписка басталып кетті ма, оны білуді де оңайлатып тастаған да. Арнайы функция бар. Мен байқалдың не істегенін көре аламын. Кімдерге лайк басқанын, кімдерді комментарий жазғанын, бір адамға көбірек жазып кетсең, деп уайымдап қалатындай. Көрдіңіз бе? Осы заман келе жатыр да. Содан этика дегенді айтып жатырмыз ғой, ең бірінші этикасы. Әйел адам болсаңыз да, ер адам болсаңыз да, парақшаңыз жабық болғаны ләзім. Және танитын адамдарды ғана қосып. Егер сіз журналист болмаса, бір медийный адам болмасаңыз, кәсібіңізді, бизнесіңізді жүргізіп жатқан адам болмасаңыз, закрытый страница болған дұрыс. Екінші, бала-шаға әйелдеріңнің страницасын көрсетпеуге тырысқан ләзім дейді. Үшінші, бұрын жүрген, болмаса бұрын жылы қарым-қатынас болған адамдармен достаспау. Төртінші, өзіңе ұнап қалды ма біреу, кәдімгідей көңіліңе басқаша әсер етті ма, ол адамды блоктап таста, немесе удалить етіп таста. Мүмкіндік қалдырма.
Потому что сен өзің білмей қаласың да, бір көзіңді ашқан кезде қайда жүргеніңді онымен. Сондай бір шарттары бар дейді, изменаның профилактикасы ретінде. Әлеуметтік бұл өте маңызды. Неге мұны айтып отырмын? Жаңа сөз еткен орыс және Ресей және қазақ социологтары үлкен зерттеу жасап жатыр. Сәл жартылай заңсыз. 90 ер, 90 еркек және категорияға бөліп тастап. Әлеуметтік желі арқылы қанша пайызы танысты бұлардың, жаңа айтып отырған 40 деп отырғаным сол. Одан кейін қаншасында әлеуметтік негізгі бағыты бұлардың әлеуметтік желі изменаға қалай әсер етеді. Және категорияға бөлген кәдімгі қыздар, жігіті бар қыздар, еркек тарапынан да тура солай қыз бар, жігіт деген сияқты. Тұрмысқа шыққан қыз, үйленген жігіт, 2-3 баласы бар, 2-3 баласы бар, ер азамат деген сияқты. Орамалдағы дін ұстанатын деген сияқты. Бүкіл қоғамның категориясын алуға тырысқан. Демек, жаңағы корреспонденттер измена жасауға итермелеу жолын қарастырып отыр ма сонда? Солай десе де болады. Зерттеп жатыр өздерінше бұлар. Сонымен, мысалға сен байқалсың, мен қыз болып жазам, Айдана болып. Менің 2016-тан бері ашылған парақшам, ол фейк парақша, бірақ Айдана өмірде жоқ, бірақ виртуальный Айданамын, бармын, жазамын, әуелі комментарий жазып кетем сізге. Одан кейін стористеріңізді талқылай бастаймын, сізбен контактқа түскенше. Сол кезде осылай бастайды. Кәдімгі навязанный измена талап етпейді бұлар, солай сөйтіп бастайды. Сол кезде проценттерін анықтап жатыр. Мүлдем байланысқа шықпаған 100%-дің ішінде категорияларға бөлген кезде, мысалға жігіті бар қыздардың, үйленбеген жігіті бар қыздардың бір 30-дан 60%-ға дейінгісі ауытқып кете береді дейді. Сөйлесіп кете береді еркін. Пока ешқандай бір флирт нәрсе басталған жоқ, бірақ по душам сөйлесу деген сияқты. 30%-дан 60%-ға дейін дейді. Тұрмысқа шыққан, бірақ баласы жоқ. Оларда 15%-ға дейін дейді. Баласы бар 15-20%. Сөйтіп бөледі. Орамалдағы, мына жақта діни, оларда да аз, бұларда да бар дейді, жаңағыдай. Сөйлесіп кету. Одан кейінгі екінші уровень, кәдімгідей сурет лақтырсу. Бастапқыда просто мен мына жерде жүрмін, мынандай нәрсе болып жатыр деп сурет лақтырсу. Одан кейін төсектегі суретке дейін. Бәрін категорияларға бөліп тастағанда, анау статистиканы көрсең шошисың. Себебі бізде иммунитет жоқ та, әлеуметтік желіге деген. Шынайы ВКонтактеге жай ғана кіріп қалды. Алдында мен қазақ қыздарының тәрбиесі деген ба, сондай бағытта бір фильм түсірмекші болдық. Сол кезде казашки деп бастап атқаным сол ВКонтактеден іздеген ғой. Әдемі қыздың несін, қазақ қызының түрін. Порно толып қалған. Біздің жігіттердің де оңбағандығы, суреттерге толып қалған. Жаңағыда әлеуметтік желіде суретін сұрайды, бия деп суретіне. Және соны түрлі чаттарға лақтырып тастайды. Мен мына қызды шешіндіріп тастадым, анау қылып тастадым, мынау қылып тастадым деп. Мына жақта кейбір қыздар, балалар суицид жасап атқан болуы да мүмкін. Кәдімгідей әр қалада не дейді, құдайым-ау, Курицы пәленше қаланың атын айтады, Курица Ақтөбе, Курица Астаны деп, сондай чаттар тола қазақтың қыздарын кәдімгідей қорлап атқан өзіміздің жігіттер. Жаңағыдай соңғы сөзін айтып жалынып жүріп жүрген жігіті, болмаса сөзбен сындырып жүрген қызды сөйтіп былай айтқанда сындырады да, суреттерін алады да, жариялап жібереді да. Арты оның әке-шешесі көріп қалады ау, суицидке барады ау дегенді уайымдап атқан жоқ. Киргизский де біздеп көрдік, узбечский де біздеп көрдік, ондай үлкен не жоқ. Біз сонда Қырғызстан мен Өзбекстанның алдынан шығып кетіп тұрмыз ғой. Орыстардың өзі жаңағыдай ютубта прикол бар еді ғой. Өздерінің ресейліктер өздерінің ютуб проектісін көтеріп алу үшін казахи деген сөзді қосса бүкіл қазақ келеді деген сияқты. Әлеуметтік желіде де ана бурят, якут,
солардың да бейәдеп видеоларын казашкалар деп көрсететін болып кеткен да бұлар, российский анандай сайттардың өзі. Сонда бұл не деген сөз? Бізде страшно әлеуметтік желі измена деп жатырмыз ғой. Қоғамның, өтірік айтпайын, 40-45% қауым иммунитеті жоқ. Міне, бір жігітке кіресің, жаңағыдай зерттедім ғой, отырып алып, на теманы кәдімгі мақала жазу үшін, суретті мақала жазу үшін, анау казашки дегеннен басталып кетті. 3 миллион бір бәле сондай материалдар шығады, бір-бірін қайталамайтын, ойлашы. Біз өзіміздің абыройымызды өзіміз төгіп отырмыз. Бұл бір. Екіншіден, жаңағыдай бейәдеп чатта, сообществоларда отыратын жігіттер, Ақмарал бірдеме деп жазып. Парақшасына кіресің, мына бетінде Құранның аяттарын келтіріп қояды өзінің парақшасында. Басқа сообществоларда, порно сообществоларда, бейәдеп сообществоларда жүрді. Бізде кәдімгі қоғам 200 болып кеткенде, түсінесің бе, Байкал? Мына бетінде Құранның аятын айтып тұрады да, қит етіп, жаңада 18+ чаттарда жүреді. Және көбісі үйленген, 40-тан 45-50-дегі ағалардан бастап 17-18-ге дейінгі балалар жүр. Шынымен, қоғамның былай ВКонтакте саған полны көрсетіп береді. Біз изменаға қаншалықты жақынбыз, қаншалықты құртылып бара жатырмыз дегенге байланысты. Және саған анау статистикада біраз нәрсені айту керек. Біздің ұлттың атымен 3 миллионға жуық бірін-бірі қайталамайтын материал шығады. Видео, фото материал. Қырғызда, Өзбекте 300-ге де жетпейді, 250-290 ғана. Енді деңгейімізді салыстыр, қаншалықты құртылайын деп тұрғанымызды. Бұл жай ғана бір сенсация емес, трагедия ғой. Бұл біздің ең біріншіден еркектерге байланысты тұр ғой. Әлбетте. Біз өзіміздің қарындасымызды, әпекемізді, жалпы өзі әйел затымызды біз өзіміз қорлап беріп жатырмыз ғой сондай. Солай болып тұр ғой. Әлбетте солай. Әлеуметтік желіде әдемі қыз көрді ма, сындырып алуға тырысады. Сындырып алудың арты түсінікті. Енді маған қызық болып тұрған ол жаңағы үйленген отбасылардың жаңағыдай контактыға барып, одан армен қарай өздерін жаңағы бейәдеп суреттерін жіберіп, измена жасауға апаратын көрсеткіш қанша пайыз болып тұр сонда қазір бізде? Бұлар тергеу тобы сияқты жұмыс істеп жатыр. 90-ға жуық адамның нелері берген ғой, таныстары, әйелі, біреуінің күйеуі берген, тексеріп бер деген сияқты. И бұлар жинап, мына әйел 90, еркек 90 деп алған да. Және әртүрлі категорияларға жинап тастаған бұлар. Жаңағыдай суретін жіберу бейәдеп өте жоғары. Және 2 күн жеткілікті дейді. Нақты санмен қанша сонда? Процент көрсеткіш қалай болып тұр? Жарайды, үйленбеген отбасын алмай-ақ қояйық, енді әлі үйленбеді дейікші. Қыз жігіт болып жүргендерді алмайтын болсақ, олардың таза үйленгендердің саны 73 адам. 73. Олардың суретін жібергені бір 29 ба сондай болады. 73-тің 29. Примерно 40%-ге жуық, иә? 35-40%. Шамамен солай болып тұр. Кездесуге кетар емесі суретін жібермейді, бірақ кездесіп көруге болады дегендердікі үйтетін болсаң, тірі қалатыны 10-15% болып болады. Страшный кәдімгідей. Бұл бір жағынан мен ойлаймын, әдейі күмәнданғаннан кейін беріп тұр ғой. Содан да болатын шығар бәлкім. Ал егер жалпы масштабта жүргізетін болсаң, ондай страшный трагедия емес шығар. Бірақ үміт бар. Бірақ ВКонтактеге кіргенде ол үмітім судай басылады. Су басқандай басылады, күш жеткізіп. Маған салсан, ВКонтакте дегенді жойып тастауға тырысатын ем да. И сосын анау танысу сайттары бар ғой. Аттар қандай еді құдай ау, Баду дейді, Тиндер дейді, сосын Друг вокруг дейді. Таза жаңағы Сайна мен Сейфуллинаның көшіп келген жері. Әлеуметтік желі бүкіл өмірің осы болып қалған да, түсінесің бе? Көңілін көтеретін,
көңілін жайландыратын осы телефон және соның ішіндегі приложениялар болып қалғанда. Кім Айдос Сарым ағамыз айтып еді, Алматы қаласында Алатау ма ауданы құрылған ғой, новый. Атын ұмытып тұрмын. Жаңадан бір аудан құрылыпты. Соны цифрлық даму министрлігі және тағы да басқа департаменттер арнайы зерттеу жүргізген ғой, Каспийдегі ақшасының қанша пайызы қандай дүниелерге кетеді деп. 1% дейді. Театрға бару, киноға бару, 1% дейді ақшасының. Қалғаны тамақ, қалғаны тағы бір нәрселерге жұмсалады. Бұл да нені көрсетеді? Сен рухыңды азықтандырмасаң, рухың сенде не болады? Кәдімгідей депрессияға түседі. Депрессиядан шығудың жолын сен иманды болмасаң, сен жөнді адам болмасаң, моралың мықты адам болмаса, депрессияны көбінде шеттен іздейді. Және депрессияға түсіреді, әйеліңмен сен бала-шағаңмен бірге жүрмесең, бірге паркте қыдырмасаң, қазір ойбай деп шулап шығуы мүмкін, кедей анау-мынау деп. Кедей болып тұрып та паркке шығып отыруға болады ғой. Кедей болып тұрып та суббота-воскресенье көңілін табуға болады ғой бала-шағаның. Жоқ, біздің әкелер қандай болып кеткен? Келеді үйге, телефонды шұқылап отырады. Және үйден келген кезде шаршап тұрмын деп айтады да. Болашақ депрессняктардың армиясын дайындап жатыр да. Менің әкем жұмыстан кәдімгідей шаршап келетін. 90-шы жылдар ғой. Әке ойнайық десең бәрден ойнап кететін да. Мен содан да шығар, Құдайға шүкір, депрессия деген нәрсе менде көп болған емес. Ең бір қиын сәттерді басымнан өткердім өмірімде, бірақ депрессияға түскен емеспін. Неге? Өйткені әкемнің менімен қарым-қатынасын көрдім де, шаршап тұрса да ойнай беретін. Ал енді мен балам келгенде мен соны қайталауға тырысам, чтобы болашақта депрессияға ұрпақ шықпас үшін. Телефоныңды таста, керек емес. Онсыз да Махамбет армандаған заман келді ғой. Өзіңнен туған жас бала сақалы шығып жат болмайды деп ойлашы, Махамбеттер кетеді 4-5 айлап үйге келсе сақалы шығып кеткен бір мужик отырады әке деп. Сол заман келді ғой почти. Сен таңертең жұмысқа кетесің, балаң ұйықтап жатады, кешке келесің, балаң ұйықтап жатады. Суббота-воскресенье ғана көреді, оның өзінде сен сотовый шұқылап отырсаң. Депрессия ма үйде? Депрессия. Өзіңде әкелік, күйеулік міндеттеріңді өтемеген сайын рухың айқайлап талап ете бастайды. Депрессия басталады. Сен себебін түсінбейсің, аласында депрессияны басудың жолы деп шет жүре бастауың да мүмкін. Енді қазір мұңайсаң да, қуансаң да бәрін осыған салатын болдық қой? Ойбай, мен машина алдым, ойбай, мен үй алдым, ойбай, мен костюм алдым. Мына әлеуметтік желінің тағы бір нәрсесі, суицидке де осылар алып барып отыр. Ол қалай? Бұрын кішкентай қыз 13-14-тегі жақсы көріп қалса, құрбысына айтатын еді ғой. Анау жігіт ұнады, үйтті деп жеңгесіне айтатын, шығаратын өзінің бір эмоциясын шығаратын. Ол жігітпен жүріп кейін екіге айырылып кетсе де жылап отырып бір нәрсесін айтып беретін, подругасын айтып беретін, ағасын айтып беретін, ағасы дабдалясын шығарып тастайтын деген сияқты. Эмоция шығатын, іште қалып қоймайтын. Айтатын бұл. Қазір қалай? Қазір наушникті киіп алады да, мұңлы бір ғашық болып қалса, әдемі бір ғашық болдым мен саған деген сияқты бір музыканы тыңдайды. Ажырасып айырылып кететін болса, тоже музыканы тыңдайды, мазалама деген сияқты. Одан кейін бұның бір проблемасы, сен айта алмайсың ғой өзіңнің сырыңды. Ғашық болып жүргенде ол өзінің сырын айтқан сияқты болды, сен оған айта алмайсың. Сенде шықпағаннан кейін эмоция бітті, жинала береді, бір күні шығатын жолы оның өлім болып шығады. Сондай да нәрселер бар. Сондықтан әлеуметтік желіні этикасы, мен айтар едім, күніне 24 сағат дейтін болсақ, 2 сағаттан артық болмау керек. Өзіңізге просто анықтап алыңызшы, не үшін Инстаграм алып жүрсіз? Әлеуметтік желіге не үшін тіркелдің? Өзіңе сұрақ қой да. Этикасы содан басталу керек. Ал әлеуметтік желіге кірдің, Фейсбукқа, Инстаграмға. Біреулердің, әншілердің, магнаттардың, байлардың өмірін қызығып қарап отыру үшін ба? Онда сенің өмірің өлді. Сен өмір сүріп жатқан жоқсың, тіршілік етіп отырсың. Қызғаныш,
жек көру, кешегі қаңтар оқиғасынан шығарғанда сол нәрселер. Анықтап ал. Егер сен Инстаграмда кішігірім магазинің бар, Инстаграмда соны жүргізем десең, онда әңгіме жоқ. Ашық қылып қой, жүргізе бер. Жоқ, енді мына жерде мынандай сұрақ туындайды. Бүкіл журналист, ақын, бастық, магазин, солар ғана Инстаграмда отырып, қарапайым адам Инстаграмда отырмаса, отырма деп жатқан жоқ. Жоқ, ана адамдардың жұмысы қалай жүреді деймін да. Сен мысалы журналистсің, или сенің магазин бар, сен товарын сату керексің. Товарын сату үшін қарапайым адам отыру керек ол Инстаграмда, дұрыс па? Вот. Енді мына нәрсе бар ғой, телевизияда істедік екеумізде. Ең қатты көрілім мықты болатын кезде не дейтін еді? Прайм тайм. Сол сияқты әлеуметтік желінің де прайм таймы бар ғой. Кешкі сағат көбінде қай кезде адамдардың көбісі кіреді? Таңертең әлі жұмыс басталмай тұрған кезде және кешкі сағат 6 мен 9-дың аралығында. Сол кездерде қарап ал, болды, әйтпесе күніге отыра берудің керек емес дегенім ғой. Уақытыңды әлеуметтік желіде өлтіріп тастама. Өзіңе просто сұрақ қойшы, не үшін отырмын, не үшін аштым әлеуметтік желіні деп. Болды. Бүкіл әлем цифровизация өтіп жатыр, иә? Даже сенің өмірің цифровизация өтіп жатыр. Кеше мысалы мен кіріп қарадым, Россияда кәдімгі дизайнерлер бірігіп өздерінің сайттарын ашқан, киім сатады. Қандай киім дейсіздер ғой? Электронный киім. Сен сатып алып кие алмайсың. Мен аяқ киімімді көрдім. Жоқ, бүкіл киім, кроссовкадан басқа барлық киім. Ол киім не үшін керек? Жұлдыздар бар, өнер жұлдызы бар, ана жұлдыз бар, кино жұлдызы бар, блогерлер бар деген сияқты. Олардың мысалы жаңа пост жариялау керек, ал постоянно киім сатып алуға ол не выгодно да, қымбат, сатып аласың, бір-екі сурет түсіресің, қоясың, сатып аласың. Ана жаңа цифровой киім арзан, сатып алады, киеді да, түсіреді, пост жариялайды. Демек, әлем тоқтамастан цифровизация өтіп барады, иә? Осы цифровизация өтіп бара жатқан кезде біз халыққа, сен кірме, не үшін отырсың деп халықты тарта берсек, қалықпаймыз ба біз сонда ертең? Не үшін кіретінін біліп кірсе жақсы да. Біз осыны үйретіп алуымыз керек. Просто так бүйтіп лақ еткізіп кіргізіп жіберетін болсаң? Жоқ, бүкіл әлем қаласа да қаламаса да осыған кіреді да. Бүкіл әлемнің, түсіндірейінші, бүкіл әлемнің тәжірибесі бар да. Әлеуметтік желі басталмай тұрып, этика болды бұларда қарым-қатынастың бір тәжірибесі болды. Жоқ, ол енді процентный соотношение может сәл көп шығар, бірақ біз сияқтылар көп қой, мысалы, Ресейдің тәжірибесі болды деп айта алмаймыз, Қырғызстандық болды деп айта алмаймыз, Өзбекстандық болды деп айта алмаймыз, біздікі болды деп айта алмаймыз, бірақ әлем тоқтап жатқан жоқ қой, сендер пока ана этиканы үйрендер деп бізді күтіп тұрған жоқ қой әлем. Әлем кетіп барады. Бізге сен айтасың ғой, кіре берсін, өздері білсін дейсің ғой. Жоқ, енді жаңағы сұраққа байланысты айтып отырмын ғой. Мен кірмесін демеймін. Ұзақ уақыт отырмай-ақ қойсыншы деймін да мен. Жақында ғана Россияда нақтысын айта алмаймын, бірақ Россия сияқты есіме түсіп тұр, жақында мақала оқыдым. 2 жас жұбай өзінің үйлену тойын өткізді. Бірақ үйлену тойын метада өткізді да. Мета әлемде өткізді. Қонақтарын шақырды деген сияқты. Былайша қарасаңыз, бұрын қазақы енді өзіміз күні бүгінге дейін көріп жүрміз, 300-ден 400-500-ге дейін қонақ шақырып, шулатып өткізіп жүрген виртуальный әлемде сен тойыңды өткіздің да. Цифровизация өтіп бара жатырмыз да. Енді сол цифровизация жаңағы біздің тақырыптың басында талқылағандай жаңағы отбасымызға өте қатты кері әсерін тигізіп жатыр да. Жаңағыдай бұрын біздің баламызды кім тәрбиеледі? Баламызды отбасымыз тәрбиеледі және мектеп тәрбиеледі, мектептегі достар тәрбиеледі. Қазір не отбасы әке-шешесі тәрбиелеп жатқан жоқ, не мектеп тәрбиелеп жатқан жоқ, баламызды социальный сетке тәрбиелеп жатыр да. Жаңағы өзің айтып жатқандай жаңағы суицидке. Жасөспірім бала 10-дағы 11-дегі просто сұрақ қояды екен да. Мен бұл әлемде өмір сүруге құқығым бар ма деп. Сонда социальный сетте отырған достар просто прикол ретінде сенің құқығың жоқ деп жаза салса, белгілі бір 100 адам, 200 адам ана өзін өзі өлтіре салып жатыр да, мысалы. Осы кері әсерден енді құтылу жолын біз айтатындай ғалым емес шығармыз, бірақ не істейміз? Бірақ этикаларын айттың ғой жаңағыдай. Қадағалау. Қадағалаудан басқа амалымыз жоқ. Басқа жоқ. Енді приложениялар бар, мысалға, сен менің балам болатын болсаң, мен сенің приложение орнатып қоямын, ол менде тұрады. Қандай сайттарға кірдің? Қарап жүремін. Жаңа айтып жатырсың, жаңа тойында өткізіп жатыр деп. Қазір әңгіме көтеріліп жатыр. Мета әлемде қажылық жасау, қажылыққа санала ма, саналмай ма деген сияқты.
Неге? Өйткені мен де өзімнің персонажым болып кіремін, сен де персонажың болып кіресің. Сөйтіп 10-20 адам болып қажылыққа барсақ саналмай ма? Саналмайды әрине. Қажылықтың мақсаты не еді? Коннект қой, адамдардың бір-бірімен, әртүрлі ұлттардың бір-бірімен жақындасуы, бірін-бірі тани түсу, сөйтіп расизмді болдырмау. Мынау негр, мынау Қытай сияқты деп шошынбау, мұсылман екенбіз деп жақындастыра түсу. Ал әлеуметтік желіде сол мета әлемде сол қажылықта көрдің, негрді де, Қытай сияқтыны да коннект орындалып тұр ма? Түсініксіз да, мысалға. Ең бірінші мен айтар едім саған, ана информатика деген сабақты өткізгеннен гөрі әлеуметтік желі этикасы деген сабақ өткен дұрысырақ шығар. Информатикада ана Wordпен бір нәрсе жазып, сосын пейдж бірдеме дегенге сурет салумен ғана өткізіп жатыр ғой көп оқушылар. Дұрысы сол 7-ші класстан бастала ма? Әлеуметтік желіде өзіңді қалай ұстау керек? Қалай дөрекі сөйлемеу керек? Комментарийде неден асып түспеу керек? Сол дүниелерді үйретсе, сол дұрысырақ болатын еді. Әйтпесе компьютерге қалай кіріп өшіру, қандай программалар мен жазу, ол проблема емес, бәрі біледі. Әлеуметтік желіге байланысты, жалпы коммент жазуға байланысты, пост жариялауға байланысты, әрбірден кейін қандай киіммен түскенге байланысты, қаншалықты денеңнің ашық жабық тұрғанына байланысты заң қабылдануы керек па жалпы? Өзбекстанда қабылданды. Мысалға, әншілерге байланысты. Бізде қабылдана ма ол? Бұл тақырып көтерілсе. Мен мынандай нәрсені айтар едім. Тыйым сала алмайсың, бірақ ойындарда болады 18+ деген. Интернеттерде 18+ немесе 14+ деген сияқты. Сенің жасың аспаған болса, ана аккаунтыңмен қарай қояды да кіргізбейді ол ойынға, просто все интернетте. Тура сол секілді анау Айжан Байзақова дегендердің де парақшалары жабық болу керек та, плюс 18-ден асқанды ғана қабылдау керек та. Саналы адам ғой, кірме оған деп айта алмайсың. Мынаның өзі әрекет кәдімгідей. Иә. Бұл кәдімгі нақты қадам. Иә. Өзекті мәселе талқыланды деп ойлаймын өз басым. Бірақ оны біз қаншалықты аша алдық, қаншалықты аша алмадық, оны енді көрген көрермендер айта жатар. Бірақ нақты келесі қадам бұл болып жатқан проблеманы шешу түйіндерін ашып айта алмадық. Өйткені цифровизация енді әлемге келіп жатыр. Көре алмай жатырмыз ғой. Біз түгелі Европа, Америкада бұның шешімін түйімін білмейді. Біздің алдымызда цивилизациясы дамып кеткен елдердің өзі. Дегенмен біздің өзіміздің жаңағы руханиятқа, өзіміздің менталитетке байланыстыра отырып, біз бір қадамдар жасау керек сияқтымыз. Өйткені ұрпақтан айырылып қалу қорқынышы деген өте үлкен болып тұр да бұл жағдайда. Жаңа ұрпақтан айырылудың сыртында отбасына әсері, ұрпаққа, бала-шағаға әсері деген өте кері әсері көп болып жатқандықтан, енді бұл мемлекет тарапынан қараламақ, қай тарапынан қаралады, бұл жағын кішкене ретке келтіріп қолға алмаса өте ауыр деп ойлаймын өз басым. Бірақ біз дамыстан, цивилизациядан бұдан біз қашып құтыла алмаймыз, және бұның қашудың да қажеті жоқ. Егер бұдан біз қашатын болсақ, біз өркениетке қадам баспай, өркениеттен қашқан болып есептелеміз. А өркениеттен қашпай, өркениетке қадам баса отырып, бірақ өзімізді өзіміз жоғалтып алмай, руханиятымызды жоғалта алмай, адами құндылығымызды жоғалта алмай, қалай сол өркениетке кіреміз деген сұрақ ашық қалпында қалып отқан сияқты бүгін. Сөзімнің соңын толық келсем, сөзімнің соңын мына нәрсемен аяқтағым келеді. Біз әлеуметтік желіні дұрыс игеру үшін не істейміз дегенде, 90-шы жылдардағы вообще совет бағындағы системаны, қазақтың қалаға сіңісу системасын алу керек деп ойлаймын. Қазақ баласын қалаға просто так жібере салған жоқ қой, қызын, баласын туысқандар арқылы сөйтіп барып қазақтандырды ғой қалаларды. Тура сол секілді бір бақылаушы, ментор біреу керек те, жас балалар болатын болса. Екінші, жаңағыдай небір саблазындарға ұрынып қалмас үшін, проблема болмас үшін пароліңді әйеліңді, еркегіңде бір-біріне ортақ қылыңдар. Жалпы отбасында. Үшінші, мен бұрын ойлаушым, адамзат жер бетінен шығып кеткен тіршілік иелері болады. Бүкіл күн жүйесіне жайылады деп. Илон Маск сияқты ойлайтын едім, бірақ Илон Маскты Марк Цукерберг жеңді, шынымен. Потому что адамзат Марсқа ұшып бармайды. Адамзат мынаның ішінде өмір сүреді. Жақсы, рахмет. Қуаныштымын. Осы бүгін келіп осы тақырып ашқаныңа, өзінің жаңағыдай
біз жаңағы өзің айтып кеткен зерттеуді мысалы қарапайым халықтар біле бермейді ғой. Соны келіп бөлісіп жалпы проблеманың бар екенін ашып ой салып кеткеніңе рахмет. Енді жалпы ары қарай өздеріңіз ойланып өздеріңіз шешесіздер деп ойлаймыз.